Барлықтарыңызға сәлем. Бүгінгі сабақта Google формада тест құрастырып үйренеміз, оны оқушыларға қалай жіберу керек екені. Ол үшін Google аккаунтқа кіреміз. Егер болмаса, регистрация жасаймыз. Кіргеннен кейін осыған басып, Google дискіге кіреміз. Google дискіге кіргеннен кейін бізде создать деген батырма пайда болады. Соны басамыз. Басқаннан кейін Google форма. Шыққан терезе бізде осындай новая форма деп шығады. Осы жерден біз тақырыбын жазып қоюға болады. Соны неме қандай екен бізден 90-дық бақылау жұмысы болсын. Описаниесін жазуға болады. Мысалы қай пәннен информатика пәнінен қояйық. Енді сіздер білесіздер, бірінші строканы таңдаймыз да, мысалы оқушының аты жөнін жазады. Кім тапсырған екен білу үшін. Ол бізде бірінші нұсқа жазып, екінші нұсқасы қазір басқаша көрсетсем, таңдау арқылы. Ең бірінші осы вариантты қарастырайық. Атын жазды. Енді келесі сұрақ басталады. Мысалы, мына жерден бір жауапты бір қосу бір қарапайым не алайық. Сонда 1, 2, 3, 4 жауапты болсын. Мына жерге рисунок қосып қоюға болады. Каждыйны. Мына жерге настройка басамыз. Настройканың ішінен тесті бөліміне өтіп, мына жерге тесті қойып сохранить. Енді ответіден дұрыс жауап таңдап өзіміз. Және балл береміз. 1 балл. Немесе 2 балл. Қанша егер. Мына жерге добавить пояснение істеп қоюға болады. Ол мысалы, егер ол сұрақ болса, мына жерге дұрыс емес жауап берген жағдайда бір хабарлама шығады. Дұрыс жауап берген жағдайда, мысалы, басқа бір хабарлама шығады. Кітаптың, мысалы, осынша кітаптың осынша бетінде орналасқан жауап, дұрыс жауабы деп. Немесе астына сілтеме қойып қоюға болады интернетке. Немесе видеоға. Видео сілтемеге ютубқа істеп қоюға болады. Немесе Википедияға, сол жерден қарап, дұрыс жауап берген жерге қарапайым қазір. Қате дұрыс деп қойын. Сіздер басқаша істеуіңіз мүмкін. Готовы басамыз. Бізде бірінші сұрақ дайын. Енді келесі екінші сұрақ қарастыру үшін ана жерде мынаны қосып қояйық. Осыны қосып қояйық. Келесі плюсті басамыз тағы да. Бірнеше жауап бер. Бір қосу бір. Бірнеше жауап бер болсын. Бір болсын. 2, 3, 2 деп сөзбен жазайық. 3 алу 1 десек мысалы. Ответі мысалы дұрыстар белгілеп аламыз. Сосын 3 балл береміз. Тағы да добавить пояснение істеп қоюға болады. Және мына жерде тағы да рисунктар қосып қоюға болады. Енді қарайық не болды бізде. Бізде осындай үлгіде болады. Жауап берген кезде осылай. Ал егер картинка болсақ, мысалы картинкамен жұмыс істесек, өзіміз қосуға болады компьютерден, немесе камераны қосып, немесе басқа URL қосып, немесе фото Google дисктағы, немесе сразу неден іздеуге болады. Интернетте іздеуге болады сразу. Ставка басамыз. Солай пайда болды. Мынаған бір өсе қоюға болады. 2-ні. 2. Сол 3-4 енді бізде қандай көрініс болады? Бізде осындай
мысалы мына жерге нені таңдауға болады. Мысалы бір картинканы сұрақ қоюға болады, иә. Осында нешінші картинкада осындай ақпарат орналасқан дегендей. 1 2 3 4 деп тұрады. Мысалы табуға бір оқушы. Мысалы жасыл түсті тап десе, жасыл түсті табуға болады. Қарапайым мысалдармен келтіріп отырмын. Оны алып тастау үшін тек қана жерден алып тастаймыз. Енді келесі сұрақ. Біз мына жерге ауыстыруға болады орындарын. Раскрывающий список. Ол не үшін керек бізге? Тізім. Сол мысалды қоя салайық. Мысалы 1-ден 5-ге дейін болсын. Ответы 1 балл 2-ні таңдаймыз. Окей, тағы да пояснение жазуға болады. Енді ол қандай көрініс болады ода? Одан мына жерде таңдап алу керек ішінен. Таңдап алып жауап береді. Келесі мына жерге міндетті обязательно қою керек. Оқушы жібермеу үшін, тастап кетпеу үшін жауап бермей. Міндетті түрде соны қою керек. Енді келесі сұрақтар. Загрузчик файл бізге керек емес. Ол мысалы қойған кезде оған оқушы өзінің фотосын жібереді соткадан немесе компьютерден. Шкаланы ең соңына қоюға болады. Сетканы көрейік. Сеткада мысалы былай емес, есепте деп көрейік. Есепте осы 1 2 қосу 3. Сол жауап мына жерде 4 болуы мүмкін. Мына жерде 2. Мына жерде 5. Мына жерде 6 дейік. Ответы. Мынау дұрыс болады. Мында мынау дұрыс болады. Мында мынау. Да, 1 балдан беріп шығайық. Готово. Обязательно қоямыз. Енді қандай көріністе болады ол? Міне осылай шығып тұрады. Таңдаймыз. Осылай таңдауға болады. Келесі. Дәл сондай, бірақтан бірнеше жауабымен. Тағы да есептелейік. Осы 1 2 осы 2 3 осы 3. Мына жерге 4 деп жазайық. Мына жерге 2 дейік. Мына жерге 6. Мына жерге 2. Мына жерде қайсысын жазған жоқпыз? 6-ны жазған жоқпыз, иә? 4 бар. Және 4 деп қояйық. Ответы. 1 қосу 2 болады. Мына жерге былай таңдаймыз. 2 4 6. 2 балды беруге болады. 2 сұрақ, 2 жауаптан алып. Окей. Қандай көріністе болады? Осындай көрініске ие болады. Таңдап отправить жасап. Жақсы. Мынаны да обязательно қоямыз. Тастап кетпеу керек оқушы. Мында қойдық па? Мында қойдық. Және мына жерде сұрақтарды ауысып тастауға болады орындан. Ішіне орындарын ауысып кетеді. По одному ответу десе, онда бір бағаннан біреу ғана таңдай алады. Келесі сұрақ бізде дата время мысалы керек емес деп ойлаймын тест құрастырғанда. Соңына шкала қосуға болады. Мысалы сабақ
1-ден 5-ке дейін немесе 0-ден қойып салып 5-ке дейін немесе барлығы 10-ға дейін жауап береді. Мұнда ответке мысалы керек емес, тек сол сізге баға береді ғой. Тоже обязательно қояйық. Ол не үшін керек? Мысалы қараңыз. Міне, қандай 5 немесе өзінің несін пікірін білдіру үшін осындай қоюға болады. Осындай қарапайым тест, бұл бірінші вариант. Мына жерге оқушы өзінің атын жазады. Өзінің атын жазады. Сосын бірақ басталады. Енді екінші нұсқа қалай істеуге болады? Бірінші бапты алайық, мысалы. Басқаннан кейін мына жерде осындай выбрать изображение шығады. Мына жерде бірінші бізге нені беріледі. Қандай керек сізге? Мысалы, учеба деп мынаны таңдауға болады. Ол бізге мына шапкасына қазір шапкасына не шықты. Және түсі қандай, мына жерде түстері қандай. Қосуға болады. Жасыл қаласаңыз, добавить жасылмен болады. Цвет фона қандай. Шрифт, стиль қандай керек сізге. Соны таңдайсыз. Және настройкадан сосын қарастырамыз. Мынандай қосуға болады. Тағы да бір мына жерден қосуға болады. Текст, изображение шығып тұратындай. Текст қосайық. Үстіне қарай қояйық мына жерге. Мысалы, уақыты 20 минут. Сосын, мысалы, тағы бір нұсқаулық немесе мақсатын жазып қоюға болады мына жерге. Мақсаты дейік. Қандай көрініс керек болды? Міне осылай тұрады. Осылай мына жерге кішігірім бір нұсқалық жазып жүресіз. И басталады. Тест жауап береді. Енді қалай екінші нұсқаны таңдайды? Соны қарастырайық. Ол үшін мына жерде раздел деген бар. Мынадан кейін раздел қосайық. Мынадан кейін раздел қосайық. Фиодан кейін раздел. Раздел қосылды, екіге бөлініп кетті. Бізге қандай болды қараңыз. Тек қана болды. Сұрақтар ар жағына алып қойдым. Мысалы мен жаздым алмазды. Бірден сұрақтарға көшейік. Енді жазбай, мысалы бар списоктан таңдау керек бізге. Ол үшін бізге мынау болмайды. Міне, списокты таңдаймыз. Бірінші, сіз өзіңіз сыныбыңызды білесіз, ол неше бала, мысалы 15 бала болса, 15 баланың аты жөнін жазып шығасыз. Сәулетті қояқ. Міне осылай. Мына новый разделға тағы да несін жазып қоюға болады мысалы. Қай бөлімнен мысалы, иә? 4-ші бөлім бе, 3-ші бөлім атымен. 1-ші бөлім бойынша сұрақтар. Тағы да бір кіші енді қандай көрініске ие болды. Міне. Оқушының алдында осындай таңдау болды. Өзін таңдап алады. Өзін таңдап алғаннан кейін жауап бере бастайды. Жауап беріп болған соң барлығына жауап атпарайып басады. Енді бұны қалай тексереміз біз? Және қалай оқушыға жібереміз? Ең бірінші оқушыға жіберу керек, тексереміз бар. Ол үшін оқушыға жіберу үшін отправить деген бар. Отправить ішінде бірнеше мына жерде, үш не бар. Үштер бар. Бізге керегі міне осы. Короткий URL дейміз. Қысқаша URL болады. Копировать етеміз.
жауапты тастаймыз. Алдыңғы сабақта өткендей, мысалы WhatsApp немесе Telegram-ды ашамыз да, кімге керек, кімді таңдаймыз, соған жібереміз. Группаға салып, оқушыға жібереміз. Оқушыға жібермес бұрын, мынандай кішігірім настройка істейік. Тесті бөлімімізге өттік, иә. Мына жерде тест қойсаңыз, анда келесі. Ручной тексересіз ба, әлде автоматически өз тексересіз. Сол бар. Міне. Жасып болғаннан кейін, балдар көріне ме, дұрыс ответтер көріне ме, қате ответтер көріне, соның барлығын анализ үшін осы керек. Презентация деген, енді мысалы мына жерде қайталап істей алам оқушы. Сол бір істеп болды, қайдан ссылкасы қайтадан шығамайды. Немесе сұрақтарды ауыстырып тастау орындармен. Мысалы мына бірлі қоса бір, соңғы көтуі мүмкін басқан кезде өзі автоматически ауыстырады. Мына жерге өзіңіздің тест тапсырып болғаннан кейін сәлем дегеніңізді жазып қойсаңыз болады. Енді общийда мынаны қоссақ, бізде ол басында не сұрайды? Электронный почта. Электронный почта сұрайды. Мынаны басып қойсақ, ол электронный почта біздің жауабымыз сол жаққа барады. Біз керек емес. Енді мынау ше. Негізі мынау маңызды. Кейбір оқушылар бір рет тестті қарап алады. Біреудің атын жаза салуы мүмкін. Алмаз деп жаза салады да, сосын тесттерді қарап алады. Қандай сұрақтар екен. Сосын өз атын жазып қайтадан істейді. Немесе мен жақсы оқитын оқушыға жібере саламын. Ол менің атын жазады да істей салады. Өз соткасынан. Ал мынаны бассақ, онда Google аккаунттен кіріп, өз телефонын ғана тапсыра алады. Сондай кішігірім баптаулар. Енді жібердік, настройкасын істедік. Енді оқушы жауап берді делік. Мысалы, мен жауап берейін. Жауап берейік. Жауап берейік. Сәл болсын. Отправить басам. Оқушыға былай шығып тұрады. Отправить еще один ответ деп. Бағын біз настройканы алып тастауға болады. Посмотреть болғаннан алып тастауға болады. Ответ записан деп тұрады. Соның орнына сіздің сәлемдеуіңіз болуы мүмкін. Жазып қойсам. Оқушы былай көрініске ие болады. Маған дұрыс жауап бердім. Комментарий мысалы дұрыс деп тұрады. Егер дұрыс болмаса, бағаны екінші комментарий шығушы еді. Мына жерде түгел дұрыс емесе, үшеуі дұрыс. Мына жерде тағы дұрыс емес. Соның барлығы анализ жасайды оқушы өзі. Осыны істеп алып, мысалы, оқушы екінші рет қайтадан тапсыруы мүмкін. Сондықтан мен ойлаймын, негізінен алып тастау керек деп ойлаймын өзім. Өйткені оқушы қарап, қайтадан дұрыс ответтерін қарап алып, отправить еще один ответ деп өзінің атын жазып, тағы да дұрыс ответ жіберуі мүмкін. Сондықтан мыналарды алып тастаған дұрыс, менің ойымша. Енді жарайды. Істеді оқушы. Бір оқушы тапсырды. Тағы бір олжасы тапсырсын енді. Отправить деді. Все, кетті. Енді екі ответ келді. Ответке барамыз. Мына жерге статистикасы шығып береді. Екі адам жауап берді ғой. Қалай? Мысалы,
жауап берген. Және сұрақ бойынша. Мысалы, екінші сұраққа қалай жауап берді? Үшінші каждый немесе отдельный пользователь. Алмаздық. Барлығы. 14 сұрақтан біреу ғана дұрыс жауап берді. Жақсы. 14 сұрақтан 0 бар. Немесе Excel-ге шығаруға болады. Мынаны басамыз, міне. Жазып қоюға болады Excel-дің атын. Бізде жеке вкладкада ашылады Excel. Міне, толық мына жерде. Күнін, уақыты, қанша уақыт істеді, неше балл алды, кім алды, и каждый сұраққа қалай жауап берді. Сондай кішігірім есеп жарып берді. Мына жерде сұраққа жатпайды, оны осындай Google форма істеуге болады. Мен сіздерге қазір осы Google форманы жіберемін. Сіздер өздеріңіз оны толтырып, соңына осындай жіберем шкала. Сіз не ма онлайн сабақ ұнаған жоқ па, соны өзіңіз бағалап кетсеңіз. Осымен сабақ аяқталды.